Бразилия елі футбол жақтарына бай әлемдегі бірден-бір мемлекет. Олар өз отандарынан жырақта жүріп, есімдерін жаһанға паш етті. Бұл жақтан талантты ойыншылар болашақта бай, әрі әйгілі болу үшін жастайынан кәрі құрлыққа қадам басып, осында бақ сынайды. Бірақ мұндай бақыт барлығына беріле береді деп айту қиын. Себебі семіздікті тек қой ғана көтереді. Дегенмен алдынан шыққан қиындықтарға төтеп беріп, аты жөнін теңдессіз ойынның тарихына алтын әріппен жазғандар да жоқ емес. Бұған мысал бола алатын жандардың бірі, таңғажайып шабуылдаушы, жартылай қорғаушы Рикарду Кака. Ендеше, шашасына шаң жұқтырмас әйгілі бразилиялық жайында әңгімелейік. Crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me. Кәсіби футболдағы алғашқы қадам. Кедей фавелаларда өмір сүрген өзінің көптеген отандастарына қарағанда Рикарду Изексон дус Сантус Лейти, немесе жай ғана Кака, әлеуетті отбасында ер жетті. Және бразилиялықтарға тән әдет бойынша, ол да футболға бала шақтан ес-түссіз ғашық болды. 19 жасында Сан-Паулу футбол академиясына қабылданады, ал араға тағы 6 жыл салып, негізгі команданың есігін қақты. Оның дами түсу қарқыны ақылға сыймас жылдамдықпен өрбіді. Сондықтан 2001 жылғы дебютінен соң бірден өз клубының негізгі құрамынан ойып тұрып орын алды. Таң қаларлық жеңіл қозғалыс Какаға қарсыластарын шаңғаптырып, көптеген голдарды тоғытуына түрткі болды. Жас талантты Бразилия ұлттық құрамасының өкілдері тез танып, оны 2002 жылғы мундиалға қатысуға шақырады. Осылайша Рикарду бұл біріншілікте алаңда небәрі 18 минут қана уақыт өткізсе де, 20 жасында әлем кубогын басынан асыра көтерді. Миланға ауысу және Скудетто. Каканың теңдессіз ойын мәнері еуропалық алпауыт клубтардың назарын өзіне бірден аудартты. Бразилия тумасын өздеріне қосу мүмкіндігі үшін тіпті олар қатарынан кезекке тұрды. Сұраныстар көп болды, бірақ Милан секілді сол сәттегі Еуропа чемпиондары ұсынысынан Сан-Паулуда ойыншының өзі де бас тарта алмады. Дегенмен көпшіліктің әрине бастапқыда күмәні болды. Себебі мұндай жас болса да, болашағынан үміт күттірген хавбек жұлдызды құрамға бәсеке танытады дегенге сену алғашқыда қиын көрінді. Әйткенмен Рикарду көп ұзамай бұл пікірлерін жоққа шығарды. Бірден Россонеридің негізгі құрамынан бой көрсетіп, құдды бір Сан-Сирода бірнеше жыл доп теуіп жүргенде әсер сыйлады. Тіпті командаға еңбегі сіңген ардагер Руи Кошаны қосалқы құрамға ығыстырып шығарып, сол маусымдағы өзі қатысқан 30 ойында 10 гол соқты. Қорытындысында Милан есеппен бәрінен оза шауып Скудеттаны жеңсе, жас вундеркинд А сериясының жыл ойыншысы атанды. Чемпиондар лигасындағы триумфпен алтын доп. Ливерпульге қарсы өткен Чемпиондар лигасы тарихындағы ең драмаға толы финалдық матчтардың біріндегі жеңілістен соң Россонериге қайта қалыпқа келу үшін 2 жыл уақыт қажет болды. Бұл уақыттары Кака команданың нағыз лидеріне айналып үлгерген. Шабуылдағы ойын мәнері де өз шыңына жеткен тұс. Кәрі құрлықтың басты додасындағы Манчестер Юнайтедке қарсы өткен жартылай финалдық матчта Рикарду бақандай 3 гол соғып, Россонери үшін маусымның басты ойынына қатысуға мүмкіндік сыйлады. Алайда бразилиялық финалда гол соқпағанымен, шешуші голды соққан Инзагиге нәтижелі пасты шығарып берді. Чемпиондар лигасындағы триумфтан соң жылдың үздік ойыншысы кім болды деген сұраққа жауапта бірден табылып тұрды. Алтын доп үшін дауыс беруде Кака Роналду мен Мессиді артқа тастап, жеке ойыншыға берілетін басты жүлдеге қол жеткізді. Себебі ол сол уақыттар расымен де ғаламшарымыздағы ең теңдессіз, адуынды ойыншы болатын. Реал сапын толықтыру. Әлемнің жұлдызды ойыншыларының бірін 2009 жылдың жазында Еуропаның бірнеше қалталы ұжымдары қатарына қосқысы келді. Дегенмен Каканың өзі солардың арасынан ең беделдісін таңдай алды. Мадридтік Реал. Сол уақыттары онсыз да жұлдызды құрамға ие болған Галактикоста Криштиану Роналду да толықтырған еді. Сондықтан корольдік клуб жанкүйерлері трофейден жауын жаумақ деген пікірде болды. Дегенмен фанаттардың Какаға артқан сенімі толықтай ақталды деп айта алмайсыз. Сансыз жарақаттары өзінің осыған дейінгі жоғарғы деңгейде көрсеткен ойынын қайталауына мүмкіндік бермеді. Тек бір ғана маусымда 2011-2012 жылы ол сәттірек ойын көрсете алды. Сол кезеңде Реал чемпиондықты тойлап қана қоймай, ешкімнің қолы жете бермеген 100 ұпайды еншіледі. Ал Каканың өзі болса 8 гол соғып, 14 нәтижелі пас шығара алды. Бірақ әлі де болса сол күйі Роналдудың көлеңкесінен шыға алмады. Миланға қайта оралу.
Кезекті жылдарын Рикардо көп аса қосалқы құрамда өткізумен болды. Сол себепті клубтық мекен-жайын өзгерту қажет екендігін түбінде ұқты. Бразилиялыққа Миланның өзі қайта қызықты. Оның үстіне оның Италияда аяқталмай қалған ісі де бар тұғын. Қызыл қаралар үшін 100-ші голын соғуға тырысты. Нәтижесінде бұл трансфер орын алып, Кака да алдына қойған негізгі мақсатына қол жеткізді. Милан тарихындағы үздік сүрмелгендер тізімінде 9-шы сатыдан көрініс берді. Рассонериге сіңірген еңбегі үшін оны клубтың мадақ залына енгізді. Бірақ әрине, мұнысына оның осы уақытқа дейін көрсеткен ойындары себеп екендігі айтпаса да анық. Керемет нәтижелігіне қарамастан, маусым ортасында Рикардоның бұрынғыдай қалыпта емес екендігі білінді. Сондықтан оның Сан-Паулоға қайта оралуы мүлдем таңсық көрінбейді және дер кезінде жасалған қадам. Орландо Сити үшін өнер көрсету. Түлеп ұшқан клубы алдындағы парызын өтеп болған соң, Кака футболдың зейнет көру бағытына қарай ығысты, яғни MLS-ке аттанды. Қысқасы, Америкада ол өзіндегі ойын мәнерінің арқасында командасының жетекшісіне айналды. Маусым аяқталғаннан соң, бразилиялықты команданың үздік ойыншысы деп таныды. Тіпті мұндағы маусым құрамасынан да көрініс бергені бар. Жарақаттармен жас мөлшеріне қарамастан, Рикардо 3 жылдың көлемінде Орландо жанкүйерлерін өзінің нәтижелігімен қуанта білді. 78 матчта ол 25 рет нысанадан мүлт кетпей, 19 мәрте нәтижелі пасты еншісіне жазды. Сондай-ақ MLS-те ойнап жүрсе де, Бразилия ұлттық құрамасына тұрақты түрде шақыртылып отырды. Қазір Каканың жасы 37-де және 2017 жылы ол өзінің кәсіби мансабын Орландо Ситиде аяқтады. Енді ойыннан мүлдем ләззат ала алмай жүрмін, матчтан соңда ауырсынуды сезінемін, деп Кака өзіндегі жан жарасын жеткізді. Әрине, табиғаттың бұл заңына қайшы келе алмайсың. Сондықтан әрқайсымызға соңғы 10 жылдың көлемінде көпшілікті өз ойынымен тәнті еткен әйгілі аяқтаушылардың бірімен спортта қоштасуымызға тура келеді. Ал сіз үшін Кака несімен есте қалды? Оны пікірге міндетті түрде қалдырып кетіңіздер. Және әрине, лайк басуды ұмытпайық.